Баршаңызға сәлем. Барлығымыз білетін өте пайдалы брокколиді біз көбінесе балаларға жеп салмайтамыз. Ал бүгінгі рецепті ыстық тамақ ретінде, өте дәмді тамақ ретінде балаларға ұсынсаңыздар, балалар тауысып жеп қояды. Ол үшін бисмилля, ең бірінші етімізді ұсақтап турап, майымызға қуырып аламыз. Майды сіз өзіңіз күнбағыс майы немесе барынша пайдалы қылғыңыз келсе, оливковое маслоға қуырсаңыз болады. Етіміз піскен соң пиязымызды қуырып аламыз. Дәміне қарай тұзыңызды саласыз, және де өзіңіздің қалауыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Мен тек кішкене ғана қарабаш қостым. Барлықтарыңыздың балаларыңыз фриді қатты жақсы көріп жейтін шығар. Сол сияқты менің де балаларым фриді өте жақсы көреді. Сондықтан барынша тағамды оларға өтімді болуын қалап, картошканы фридің көлеміне келтіріп турап алдым. Картошкамызды қатты пісірмей, бір 15 минут аралығында қуырып аламыз. Бір дана чеснокты турап саламыз. Брокколиді алдын ала жуып тазалап қоямыз, және де осындай кіші бөліктерге бөліп аламыз да, қуырылған картошкамыздың үстіне салып, жақсылап 5 минуттай араластырып қуырамыз. Соңынан қайнаған суды құйып, картошкамыз, брокколиміз піскенше бұқтырып қоямыз. Брокколидің пісу уақыты біздің етіміз сияқты ұзақ уақыт алмайды. Шамамен картошкалардың пісу уақытына шамалас. Міне біздің брокколи қосылған картошкамыз, ыстық тамағымыз дайын болды. Тіптен болмағанда балаларыңыз брокколидің өзін жемеген күннің өзінде брокколидағы витаминдер біздің картошкамызға, етімізге, ыстық тамағымызға бойына сіңді. Тамағымыз өте дәмді шықты, балалар жақсы көріп, 1-2 брокколин болса да жеп дәмін ұнатты. Сіздер де осылай жасап көріңіз. Тіпті кішкентай 1 жасқа жетпеген балалардың өзін біз тамақтанып бастаймыз ғой, 6 айдан бастап, сол балаларыңыздың өзіне осылай пюре жасап берсеңіз болады. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Маған дәмі өте ұнады. Назарыңызға рахмет. Каналды қолдап және рецептерді жоғалмас үшін тіркеліп алыңыз.